Bir Allah'a sığınıp, kel balalar okulup, okuğandı көңілге, akıl aspен toqılıp. Балалар, бұл кімнің өлеңі? Алайда ғой? Бұл Ыбырай Алтынсариннің өлеңі. Дұрыс. Яғни, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жастар өлеңі. Бүгінгі сабақтың мақсаты өлеңдегі негізгі ойды түсініп, өз ойын бітіресіздер. Өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Ал енді балалар, Ыбырай Алтынсарин туралы қысқаша мағлұмат беріп кетейін. Ыбырай Алтынсарин аса көрнекті ғалым, ұстаз, жазушы, ағартушы, этнограф, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин атақты Балқожа бидің немересі. Ақын жас кезінен білімге, өз бетінен оқып үйренуге бейім болды. Ол Орынбор қаласында ашылған орыс қазақ мектебінде оқыды. Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларына арнап көптеген мектептер ашты. 1879 жылы балаларға арнап қырғыз хрестоматиясын жазды. Енді бүгінгі сабақта жаңа сөздермен танысайық. Өнер, Искусство. жарайсыңдар. Арба, дүниені кезу. Путешествовать по миру. Жарайсыңдар балалар. Ал енді өлеңді жақсылап мұқият тыңдайық. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылы алыс жерлерден көзімді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізге жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай. Біз де бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көп шөптер, жас өспірім достарым, қатарым кеттау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп ескермеді мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Өлеңдегі негізгі ой қазақ қауымына озық мәдениетті елдерді насихаттау, үлгі етіп көрсету. Жастарды оқуға, білімге, өнерге шақыру. Келешекке сенімі мол Ыбырай Алтынсарин болашақтың иесі жастар, яғни сіздер деп ұқты. Ал енді балалар, өлең мазмұны түсінікті болса, тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Өлеңге берілген ойды түсініп, суреттермен байланысын анықта. Өлең мазмұнына қарай суреттерді ретімен белгіле. Дайынсыңдар ма? Иә. Ал бірінші сурет қандай? Арзу? Бұл сарайдың суреті. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Жарайсың. Келесі екінші сурет. Екінші сурет телефон. Айшылық алыс жерлерден көзінді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Жарайсың. Келесі сурет. Үшінші сурет поезд. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Өте жақсы. Келесі төртінші сурет. Ұшақ. Адамды құстай ұшырды. Дұрыс. Келесі. Бесінші сурет мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Қандай сурет шығарды сонда? Газ. Келесі. Алтыншы сурет. Ният. Кеме. Дұрыс. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білген жерге осылар, бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай. Дұрыс. Дұрыс тапсырма. Келесі тапсырма.
Екінші тапсырма. Өлең мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақты кім оқиды? Өлеңде не туралы айтылған? Өнер білім барлықта, өлеңінде адам өмірінде оқудың білімнің маңыздылығы туралы. Сонымен қатар өнер білімнің арқасында көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болатындығы туралы сөз қозғалған. Жарайсың. Келесі екінші сұрақты кім оқиды? Ал Елей. Ыбырай Алтынсарин жастарға қандай өсиет айтқан? Өлеңнен тауып оқын. Жасөспірім достарым, қатарым кетті ау алысқа ай. Ұмтылыңыз қалыспай, біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп, ескермеді кім ақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Өте жақсы. Дұрыс таптың. Келесі сұрақты оқимыз. Үшінші сұрақ, өнер мен білімнің арқасында адамзат қандай жетістіктерге жетеді? Өнер мен білімнің арқасында адамзат талай жетістіктерге қол жетеді. Өлеңде тастан сарай салу, алыстан жылдам хабар алдыру, алыс жерлерге жарты күнде жету мүмкіндігі адамды құстай ұшырып, теңізде балықтай жүзуді, орынсыз тамақ пісіру мүмкіндігі туралы айтылған. Жарайсың. Келесі сұрақты кім оқиды? Ал Бақтайы. Қазіргі ғылымның қандай жетістіктерін білесіңдер? Қазіргі ғылымның өлеңге қоса мұндай жетістіктері бар. Атап айтсақ, аспан планеталарға ұшып, оларды зерттеу, түрлі аурулардың алдын алу, тағы басқа жетістіктер бар. Қазіргі заманда ғылымның дамып адам өмірін жеңілдететін құралдар ойлап табылған. Бұл ойлап табылған құралдар жаңа технологиялар адам өмірін жақсартады. Жарайсыңдар. Барлықтарың сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер. Енді келесі үшінші тапсырма. Ақын туралы диаграмманы толтырып көрейік. Бірінші, Кәнекей. Ал. Педагог, Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин, педагог, этнограф, жазушы. Дұрыс. Келесі, Елей. Тағы да. Ыбырай Алтынсарин аса көрнекті ғалым, жазушы, аудармашы және мектеп ашты. Дұрыс. Жарайсың. Тағы да. Ыбырай Алтынсарин туралы тағы не білеміз? Ал айтамын. Ыбырай Алтынсарин ұстаз, ағартушы, қоғам